Бәріңе сәлем достар. Бүгін мен сіздерге 1997 жылы жарық көрген George из джунгли фильмінің қысқаша нұсқасын айтатын боламын. Осыдан 25 жыл бұрын Джордж есімді сәби африкалық джунглиде апатқа ұшырап, табылмай қалған еді. Джордж өскенде джунгли патшасы болды. Оның патшалығын американдық Урсула Стэнхоп зерттемекші. Ол өзінің күйеу жігітті Уайлды және онымен бірге келген екі жалдамалыны көргенде қатты таңғалды. Ол қалыңдықты Сан-Францискоға қайтарғысы келеді, бірақ әзірге ол тауға шығып, орангутандардың қалай өмір сүретінін көргісі келетін Урсулаға қосылуы керек. Жергілікті гид есімді адам биіктігі 2 метрден асатын ақ орангутан туралы әңгімені айтып береді. Ол толған айда шығып, неше түрлі дыбыс шығарып, өзіне әйел іздеуде. Таңертең гориллалар патшаға шабуыл туралы ескертті. Көп ұзамай Маймыл тауының етегіне туристер отряды келді. Енді олар тұңғиықтың үстіндегі орман көпірінің бойымен өтуі керек. Уайл әзілді жасауды ұйғарып, оны тербете бастады. Барлығы қорқып кетті, бірақ биіктен оның артындағы африканды құлап кетті. Нельзя отправлять неопытных людей в подобные экспедиции. Уайл жұмысшылардың енді оған қарсы екенін түсінді. Сондықтан ол темекі тарату арқылы оларды тыныштандыруды шешті. Бірақ бірден оларды тапанша зажигалкамен қорқытып жіберді. Ол сондай-ақ африкалықтарды тірі суреттер арқылы таң қалдыру үшін оларға фотоаппарат берді. Бірақ олар камераның басатын жерін біледі. Уайл олардың күлгендеріне ренжіп, қалыңдықты қолынан ұстап, 2 метрлі орангутанды табу үшін оны қалың орманның ішіне апарады. Кенет арыстанның ақырған дауысы естілді. Біраз уақыттан кейін жыртқыш қалың ботадан секіріп шықты. Уайл дереу қашуға тырысты, бірақ шалынып құлап, есін жоғалтты. Урсула бәрі бітті деп ойлады, бірақ содан кейін ақ орангутан бұтадан пайда болды. Расында ол ұшып өтіп, ағашқа соқтығысты. Ал құлап бара жатып бұтымен барлық бұтақтарды сындырды. Шарасыз ұрыс басталды. Арыстан жігітке шабуыл жасады. Олар 1-2 соққымен алмасты. Ағашты итеріп жіберіп, Джордж күшті соққымен арыстанды құлатты. Содан кейін оны баскетбол добы сияқты айналдырды. Соңында үстіне секіріп, шынтағымен ұрып төбелесті аяқтады. Арыстан қуылды, бірақ ол қайтадан шабуыл жасады. Содан кейін Джордж қызды құтқарып, оны жерден көтеріп алды. Алайда ол әдеттегідей ұшу градусын есептеген жоқ, ал қыз бұтаққа соғылып есін жоғалтты. Ақ орангутан Урсуланы джунглиге апарып, өзінің технологиялық үйіне кіргізді. Қалыңдығы үшін ақырына дейін шайқасып, шайқаста жараланғандай кейіп жасап, Уайл қызыл жидектерді бетіне жақты. Урсула төсекте оянып, таңғы асын әкеле жатқан горилланы көріп айқайлай бастады. Үйге бір шоғыр бананды әкелген ебедейсіз Джордж кірді. Урсула әлі де бұл түсім деп үміттенді. Өйткені тек түсінде ғана сөйлейтін горилланы медициналық анықтамалық оқып жатқанын көруге болады. Бойжеткен есеңгіреп, есін жоғалтады. Джордж Урсуланы шөберекпен жуа бастады және оның кеуде аймағында біртүрлі нәрсе тауып алды. Эйп оның әйел адам ұрғашы екенін түсіндіреді. Және оның көзінше сөйлеспеген дұрыс, бұл қыздың жүйкесін жұқартады. Джордж әйелдің дәмін татты. Оянған соң Урсула лифт арқылы ағаштан түсті. Енді Эйп үнемі кеудесін ұрып, қызды көргенде маймыл дыбыстарын шығаруы керек болды. Көңілді Тарзан сыйлыққа гүл алды, ал Урсула оны өз адамдарына апаруды өтінеді. Әрине, бұл жағдайда оларға Джорджтың иті Шеп көмектеседі. Жігіт жануарын шақырғанда жер сілкінді. Оларға піл келді, бірақ ол өзін ит сияқты ұстайды. Это твой пес? Это Шеп. Большой серый песик Джорджа. Шеп Урсуланы хоботында аздап көтерді. Кейін қыз оған таяқ лақтыруды ұсынды. Бірақ Джордж бұталарға бөрене лақтырды. Ол одан да үлкен бөренемен оралды да, оны өсіп тұрған раушан гүлдеріне лақтырды. Жұп күйеу жігітті іздеуге шықты, бірақ кешке қарай Урсула джунглидің әдемі және тағайындалған патшасымен бірге өзін еркін сезініп бәрін ұмытып қалды. Тукан Джорджқа ұшып келіп, бір маймылға көмек керек екенін айтты. Кішкентай жануар маймылдар тобына ренжіп қалды. Олар оны құрғақ деп атайды және онымен ойнағысы келмейді. Урсула көз жасын сүрту үшін орамалды берді, бірақ маймыл оған артқы жерін сүртті. Басқа маймылдар оны елемейді. Сол кезде қалың тоғайдан арыстан шықты. Тек бір маймылдан басқасының бәрі қашып кетті. Ол кеудесін ерлікпен ұрып, жыртқышты қуып жіберді. Жоспар жұмыс істеді. Енді бәрі онымен дос болғысы келеді.
Жасақ орангутанның ізін тапты. Жалдамалылар оны ұстап алып, табыс табуға шешім қабылдады. Осы уақытта Джордж Урсулаға леондарда қалай сермеуді үйретеді. Оның қолынан келе қоймады, сондықтан жабайы оған шеберлік сабағын көрсетеді. Джордж бүгін бұрынғыдан да ақылды, ол әдемі болғысы келеді, және іштей әдеттен тыс нәрсені сезіне бастады. Эйп оған ақылын айтты. Әйелдің назарын қалай аударуға болады? Үнемі ауызға ауа толтыру керек. Содан кейін тістеріңді көрсетесің. Кейін жапырақтарды лақтырып айқайлау керек. Бұл точно қызға ұнайтын болады. Жалдамалылар джунглиді аралаудан шаршаған. Уайл олармен сөздік арқылы келіссөз жүргізуге тырысады. Өйткені олар тек суахали тілінде сөйлейді. Бірақ Уайл ақ орангутанды басып алуға көмектесу үшін $50 ұсынғанда, олар бірден ағылшын тілінде $100 талап етеді. Урсула джунглиде адасып патшамен кездескеніне қатты қуанды. Ол мүлде қорықпайды. Жігіт Урсулаға сезімін айту керек екенін түсінді. Ол аузын ақситып, секіре бастап айғайлайды. Ал Урсула мұны көріп кетіп қалды. Бұл жоспар орындалмады. Эйп кітапханасынан адаммен танысу деген кітапты тауып алғаны жақсы болды. Урсула Джордждың кеудесінде қолтырауын тісін көрді. Бірақ ол оны өлтірмеді. Жай ғана ауырып тұрған тісін жұлып алуға көмектесті. Қыздың бала кезінде тауып алған арзан сақина бойтұмары да бар екен. Урсула оны джунгли патшасына беруге шешім қабылдады. Гориллалар концерт қойып, Джордж ханымды биге шақырды. Және ұялудың қажеті жоқ. Себебі мұнда оны айыптайтын, немесе оның іс-қимылына күлетін ешкім жоқ. Тек Джордж пен Урсула ғана оттың айналасында көңілді болды. Лайл артта жүріп, барлық бұталарды бетімен қабылдауға шаршадым дейді. Ол алға ұмтылды, бірақ бірден сүрініп, жаңа боқ үйіндісіне бетпен құлады. Лайл оған зажигалка беруді талап етті. Жалдамалы екі бірде тапанша тауып алып, біреуін американдыққа лақтырып берді. Жасақ ақ түсті орангутанды тапты. Ол қарапайым адам болып шықты, және мүлдем зиянсыз. Бірінші болып баруға Лайлдың батылы барды. Қажет болса, ол жабайы адамды зажигалкамен қорқытатын болады. Урсула үйден шықты, және ол өзінің күйеу жігітімен кездескеніне мүлде қуанбады. Өйткені ол қызды арыстанның қасында тастап кетті. Браконьерлер пілді көрді. Там слон. А что есть у слона? Блохи. Бивни. Олар оқ жаудырмақ болды, бірақ Эйп олардың алдынан секіріп шығып, Шепті қашуға шақырады. Сөйлейтін горилла одан да жақсы болды. Жалдамалы оны нысанаға алды. Джордж жануарды қорғау үшін жүгірді, және Уайл оған оқ атты. Бірақ Джордж өлген жоқ, өйткені ол басты кейіпкер. Ал Урсула өте бай қыз екен, сондықтан ол жігітті отанына жеке ұшақпен жеткізеді. Оған білікті көмек көрсетіледі. Браконьерлер елден депортацияланды, ал жалдамалылар адамды кім атқан анықтау процесіне қатысады. Енді Лайл түрмеге түсетіні анық. Дегенмен Макс есімді жауыз әлі де маймылды ұстап, Лас-Вегасқа әкелуді жоспарлап отыр. Джордж Сан-Францискода көлікпен келе жатыр, ал Урсуланың анасы қызын күйеу жігітпен бірге көруді күтуде. Әйел оның Африка түрмесіндегі қамалып жатқанын әлі білмейді. Жабайы бір орында отыра алмайды, ол әдеттегідей өзін жарақаттап алды. Жуынатын бөлмеден жаңа ғана шыққан жалаңаш жабайы адамды көріп таңғалған Беттидің құрбысы үйге келді. Ясно, почему он король джунглей. Джордж Урсуланың шкафынан тапқан бірінші затын киіп алды. Қыз досын үлкен жылтыр үңгірге апарды, және онда Джорджқа киім әпереді. Көп ұзамай ол Луи Виттонда өте жақсы көрінетінін білді. Анасы көшеде ерлі зайыптыларды байқап қалады да, Лайл Африкадан джунглидан оралмағанын бірден білді. Қожайынсыз Шеп орнында отыра алмай, гориллаларға тыныштық бермеді. Урсулаға анасы қоңырау шалды. Сними трубку. Жұмысқа кетіп бара жатып, Урсула Джорджтан ешқайда кетпеуді өтінді. Қызметкерлер мен оның әкесі келісімге байланысты оған тосын сый жасады. Жабайы адам кофе ғашықтарды біріктіре алады деген жарнаманы көрді. Сондықтан ол осы кофені мүмкіндігінше көп ішуі керек деген ойға келеді. Метеоролог Джорджқа көңіл күйді көтеру үшін көшеге шығуға кеңес береді. Ол қарсылық көрсетпеді. Кофе Джорджты өмірінде көрген ең үлкен көпірге апарды. Ол дәл уақытында осында болды, өйткені көпірдің қабырғаларында бір жігіт парашютпен ілініп қалған. Джордж әдеттегідей бейшараның қасына ұшып келіп, оны ілгектен шығара алды.
Теледидардың төтенше жағдай туралы хабар көрсетілді. Урсула досын көріп, көпірге келіп, құтқарушы кемеге отырды. Джордж парашютке түсіп, судың үстінен көтерілді. Жігіт бірден кемеге ұшып келді де, әдет бойынша бетімен соғылды. Урсула батырды құшақтап алды. Кофе шынымен де көмектесті. Браконьерлер горилланың ішінде біреуі шахмат ойнап жатқанын көріп, оған ұйықтататын транквилизаторды атты. Эйп есін жоғалтпас бұрын, ол Джорджты тауып хабар жеткізуді Туканға айтып үлгерді. Урсула ата-анасымен кездесуге қобалжыды. Сондықтан Джордж оған джунгли айқайын үйретуді ұйғарды. Бұл оған сенімділік береді. Урсула анасымен әкесіне Лайлға неге үйленбейтінін түсіндіру үшін көп сөйлеуге мәжбүр болды. Джунглиден жабайы болу қауіпі төніп тұрғанын білгенде анасы ерекше ренжіді. Оның үстіне Лайлдың мүсіні бар салтанатты тортта қабылдауға дайын болды. Бірақ Джордж оны бәрібір бірден жойып жіберді. Қабылдауға қоғамның барлық адамдары жиналды. Соның ішінде Сан-Франциско қаласының мэрі де болды. Ол да Уайл қайда кетті деп таңғалады. Осы уақытта барлық қыздар бір қатарда тұрып, Джорджтың жылқымен жүгіріп жатқанын көру үшін жиналды. Дәл осы кезде Урсула Джордж оның адамы екенін түсінді. Қабылдауда қызғаншақ жігіттер де келді. Анасы Джорджты террасаға апарып, Урсула екеуі жұп бола алмайтынын айтты. Себебі жігіт оның деңгейіне жетпейді. Содан өлім қауіпімен қорқытты. Егер Джордж қызының үйлену тойына кедергі келтірсе, онда ол мола болады дейді. Тукан оны түнде тауып алып, ұрлау туралы хабарлады. Урсула ұйықтап қалды. Джордж оны оятпады. Тек бойтұмар қолтырауын тісін қалдырды. Анасы жабайы адамның джунглиге оралғанына қуанды. Ал Урсула анасын онымен кеше сөйлескенін біліп қойды. Бірақ қыз оңайлықпен берілмейді және Джорджтың соңынан Африкаға баруға ниетті болды. Кенет оны анасы емес, әкесі қолдады және қызына сәттілік тіледі. Джордж Африкаға сәлемдемемен жіберілді. Ол ыңғайсыз қалыпта келді. Джунгли патшасы досына тезірек жетуі үшін кроссовки киді. Джордж үлкен қашықтықты тоқтаусыз кесіп өтті. Бірақ браконьерлер шаршап джунгли арқылы ауыр тормен әрең қозғалады. Олар өзенге қысқа жол деген жазуды көріп келе жатты. Эйп оларға бұл жалған белгі екенін айтты. Жол оларды үйіне қайтарады деді. Бірақ қылмыскерлер оған сенбеді. Ақырында Джордж үйге жетіп, сынған көзілдірікті тапты. Браконьерлер де осында келді. Ақыр соңында Эйп оларға өтірік айтпағаны белгілі болды. Джордж оларға соққы берді, бірақ тигізе алмады. Зұлымдар жергілікті Тарзанның сазайын беріп, кроссовкидан ұшып шығарды. Бірақ оның хайуандық ептілігі және қолтығының жағымсыз иесі қылмыскерлермен тең дәрежеде күресуге мүмкіндік берді. Сосын мұнда шеп келіп, Туканмен оқ атты. Кейін кокостар іске қосылды. Бірақ оқтар Джорджқа да, Эйпке де тиді. Макс мылтығын алды, бірақ Урсула оны дер кезінде тоқтатты. Ол Джорджтың құшағына құлады, бірақ жабайының жұмысы әлі бітпеді. Ол алыпты жұдырықпен ұрып, оны нокаутқа түсірді. Урсула жабайыға сүйіспеншілігін мойындамақ болды. Бірақ сол кезде түрмеден қашып, жабық сектаға кірген Уайл пайда болды. Басқа табынушылар Джорджты ұстап алды. Уайл Урсуланы оның еркініне қарсы үйлену үшін өзенге сүйреп алып кетті. Кіші маймыл дабыл қағып, горилла бандасы алыптардың сазайын беріп, оларды торға қамап тастады. Уайл Урсуланы үңгірге сүйреп апарды. Содан кейін олар өзенге құлады. Су ағыны сырғанақтай оларды сарқырамадан құлағанша алға апарды. Шамасы оларды қайық күтіп тұрғандықтан бәрі ойластырылған болды. Джордж болса алға ұмтылып, кейде лимандарды жыландармен шатастырып алды. Неке қию рәсімі басталғанда Уайл алдағы сарқыраманы байқамады. Сүйіктісін құтқару үшін Джордж джунгли тарихындағы ең үлкен секіруді жасауға мәжбүр болды. Ол үлкен жылдамдықты арттырып, ағашқа соғылып, ол қайықтың алдына дәл құлап түсті. Жабайы өз қызын құтқарып қалды. Уайл мұны байқамай қалды. Қараңғы үңгірден шыққанда ол горилламен некесін қиып қойғанын білмеді. Сан-Франциско мұрагері мен джунгли патшасының үлкен тойы өтті. Рәсімге қалыңдық жағынан адамдар, күйеу жағынан жануарлар қатысты. Бірақ екі жақта ішіп мас болды. Көп ұзамай ерлі зайыптылардың мұрагері дүниеге келді. Осылайша фильм аяқталды достар. Сіздермен болған кино шолу арнасы келесіде кездескенше.